Селам алейкум, урметли серджилер, бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін мартның 22-сі жумақшы мұкыну. Арби арекет иштиракчилеріне ве балаларына тасил сасында берілечек девлет ярдымы ақындаки канунны Украина президенті имзалады. Весиқаға көре оларның оқытывы қысмен яда толусынен оденележек. Имтиязлы кредитлер, ичтимаи стипендиялар, ятақханелер берілежек. Китапларны бедава ала білежеклер. Канун зенаат техники оқу йортларына, али оқу йортларына айд. Канун 2019 сенесі январінің бірінден амелге geçірілежек. Халк депутаты Надия Савченканың масуниетіні лягу етмек. Озыны яқаламақ ветте қыв етмек ақындаки баш прокуратураның теклифіне регламент комитеті қол тұтқан. Қарарға бір ағыздан рей берілді. Баш прокурор Юрий Луценко комитетінің отырышында Савченканы апис етмек заруриетіні оның тақиқаттан қача білежегінен анлатты. Надя, якщо ви хочете уже так покінчити цю війну, то... Надя, дженки тохтатмаға естесеніз, юқары рада ве үкіметні дегілде Захарченканы патлатмақ керекеді. Амасыз арби олмаған адамларға мина топларындан атеш açмақ, акимиетнің анаяса органларыны yok etmek, хаосны майданға кетірмек ве илерде Донбассқа террорчыларның үжіміне имкан яратмақ үшін дженкавелерден елде етілген селялы Киевге yoladınız. Шун үшін Янукович ғаяби махкуметнің кече шатты созлай. Чунки аляда озыну кануни деп сая. Киевде олажақ патлалардан сон ось ханлы тақтана қайтаджақ еді. Авропа бірлігі Украинада ислатларының кечірілмесіне қол тұтаве, илердеді қабаржылық еле күрешіне ярдым етежек бұны Евронест парламент ассамблеясының рейсі Ребекка Хармс Авропа парламентінде Украин қабаржылыққа қарашы денішувлерінің музыкересі вақтанда білдірді. Мұнақаша Украина ве Авропа бірлігінің мемурлары мутихасыз ве депутатлары иштирак етті. Ilk evvela Ukraina vatandaşları için çalışkan müesseseler Ukrayna silahları ketişatında esas prioritetlerden biridir. Şunu aytmak isteyim ki hangi seviyede kabarcılık ile kureş en büyük sınavlardan biridir. Hepimiz buna rast kelemiz. Menimce saylanılgan yanaşuv gayet muvazidir. Bugün kabarcılığa karşı silahlarının ketişatını müzakere etermiz. İrişu ve sınavlar hakkında laf etermiz. Украинада қабырчылыққа қаршы ислят ақиқатен ән мұйымдыр. Оның икмалы олмадан менімже дегер ислатлар хайырсызлыққа махкүмдір. Мен мұнда набуны темсил етем. Акимиетнің юқары басамақларында қабырчылық иле күреш мүесесідір. Илк бақыштан пек ади көрене. Ама айны топ мемурлар үшін бұ кебі күрешнің олмамасы нәтижесінде Украинада минлік инкелябы башланды. Ишғал етілген ярымадада Қырым татарфали Нариман Мемедиминовны Русия құветшілері Ақмежетнің ФСБ идарясыне алып кетті. Танаттар вақтында евіне Русия құветшілері тінтувеле сұрып кірді. Бұтын сұқақ сарылған еді. Бұл малюматны UA TV телеканалына Қырым бірдімлігі тәшкелеті таздықлады. Мемедиминовның қадына айтқаны кебі құветшілер бірқач китап, жеп телефонлары ве планшетні мұсадыре етті. Русия тақиқатшылары Мемедиминовны 2014 сенесі блогер оларақ видео чықарып YouTube ағына юклегенінде қабатлай. Шу жүмледен евінде тынтув кечірілген Қырымлының еві янында инсанларны видеоға чықарайды. Выломали дверь, пока мы думали хоть одеться. Қапуны қырып кірділер, табанға қырчмайлар. Оны Ақмежетте Русия ФСБ бинасына алып кеттілер, сорғу үшін деделер. Сонра есе белі олар. Я азат етерлер, я yok. Она низбеттен жинайет іші açılды. Украинаға Русия ватандашларының кіру шартлары да қатты ола. Милли хавсызлық ве мудафа шурасының иш бұқарарыны президент Петро Порошенко әмелге кечерді. Назерлер кабинеті бір ай девамында четел ватандашларының ұқуқи статусы ве сыныр незареті ақындаки қанунларға денішувлеріні ишлеп чықарар. Код жедвеліне кірген мемлекетлерінің ilk невбетте Русия ватандашлары. Украинаға келмеге ниеті ақында әвелден электрон шекленде хабер бермеге мечбур олacak.
Кехыт паспорты ярынды ID картасы украинлерге артық китапчық шекленде ички кехыт паспорты берілмейдек. Коч хызметінің бөліклері яны турвесі қараларының берілмесі үшін зарури донату вылеты менленген дейлер. Назерлер кабинетінде ID карталарыны әнді 1,5 миллиондан зиеді Украин ватандашы әлді еткен. Украинаға 2018 сенесі Америка Бірлешкен Devletlері арби ярдым оларақ $200 миллион бермеге планлаштыра. Бұл былтыр олғанындан 50 миллионға зиядедір. Бұның ақында 2018 сенесі бюджеті ақындаки қанунда айтыла. Деп білдіре Америка Бірлешкен Devletlerінде Украина елчіханесі. Пара техники донатовның ейлештіровыне йөнележек. Шу жөмледен Мудафа Италь селесінің берілмесіне Украина арбилерінің огретовыне логистикаға, истихбаратса сындаки ярдымға ве евел Америка тарафындан берілген силянын денештірілмесіне Весика да Сенат ве темселжилер палатасы тарафындан қабул олынмалы. Sonra ise Америка Бірлешкен Devletlерінің президенті тарафындан имзаланмалы. Франкистанда әмек ислятына қаршы наразылықлар кече. Девлет хызметчілері оджалар, демир yol ве ава yollarының хадимлері шерлерінің соғақларына чыққан. Пайтақт ава лиманларында учақ рейслерінің учты бір қысымы ләғу етілген. Жемаат нақлияты тәртіпсіз чалыша. Париж шәрі электричкасы ве шәріні ава лиманын бірлештірген автобус маршрутларының іші тоқтатылған. Yolcularının бір қысымы шәрге жаяв келе. Наразылық юрушлер Париж, Каленица вем дегер шерлерде кече. Наразылар 2017 сенесі сонуна қабул етілген емек қануниетінің ислатларыны ләғу етмеге талап еті. Шу жөмледен дені шувлер ішчілерінің қабулы ве іштен чықарулыны садалештіре. Үкіметінің фикрене көре бойлелікнен ішсізлікні эксілтмеге мүмкін олар. Зенат бірліклерінде седейлерке ислатлар хадимлерінің ақларыны боза ве ішбергенлерінің суистималына yol açabilecek. Таиланда олған yol қазасы нәтижесінде 19 инсан әлек oldu. 35-ші яраланды. Әлі yolcu елі 2 қатлы автобус юк машинасына чатышты. Полислерінің мәліматына көре нәтижеде автобус yolдан ашағы тұшты ве авдарылды. Яраланғанлар хастаханелерге яқыздырылған. Вақа ерінде қанун қоройжылар чалыша. Автобус айдавжысы сақ қалған. Олған мәліматқа көре автобусының чаналату системасы ярамай чалышайды. Полонияның ән күтчік милли жемиетлерінден бірі мұсылман татарлар. Полония ве Украинаның умуми тарихының пытақларындан бірі ола. 6 асыр әвелсі Земаневи Полония территориясында ерлешкен татарлар Земанеге қадар. Бақчысарай ве Ахмежит еле бақ тұтайды. Киевде Полония татарларының әдетлері ве Земанесіне бағышланған сергіге мұхберлеріміз барып келді. Büyük Litvan князьлығында 14 асырның соңында князь Витовның саясында татарлар ерлешкен еді. Ось арби мияретінен нам қазанған татар аскерлері князьдің ордусына дестек берейді. З традиций татарских походжи теж назва Уани. Татар әдетлерінден улан сөзу келе. Лех атлы аскерлерінің ән белі унманларından бірі. Улан яш оғлан демек, ама бұның іле асыл заделер табақасының унваны да еді. Dini uriyetine dair kefalet alған ve toprak aklarını elde etken Tatar arbilері Reç Paspolita topraklarında kalıp yaşadı ve memleketinin içtimai siyasi hayatında faal surette iştirak etken. Полония татарлары лехлерінің өз девлетлігіні ғайрыдан тіклемек ұнтылуында іштирак етейді. Полония округында күрешейді. 1410 сенесі Грюнвель жыварында олған күрештен башлап, соныра Полония исянларында лех большевиклер женкінде, екінші дүния женкінде де іштирак етейді. Украинаның пайтақтында тақдым етілген музей фоторесімлерінің сергісінде Полония татарларының кечміші ве земаниясы, медениеті ве тарихи шақсылары аққында білгі берілі. Илк зәретчілерден бірі Мустафа Османов өзі қырымлы, шымды Чехияда тасил ала. О емин ки, қырым татарлар қайда олсаларда бірі-біріні дестеклемек кереклер. Я знаю, есть такой Умер Адаманов. Білгеніме көре, Умер Адаманов деген бір шахыз бар. Полония территориясында партизан еді. Атта Полония қараманы олған еді. Әмді оның тарихы пек белі дегіл. Оны лех тарафындан білмеге естерадым.
Бүгінгі күнде Полонияда 5000-ге якын мусульман татарлар яшамақта. Полонияның Қырым татар жемиетінің темсилчилери дейки, bu халықның медени дестекке ихтияжы бар. Полония татарларының büyük parçası değiller. Bizim тамырларымыз Қырымдан, Қырым татарлары Украина devletinin bir parçası olarak, biz Polşa, Polonia devletinin bir parçası olarak komşulukta çalışıp, bir-birimizden daha ziyade çeşit türlü leyhalar, çeşit türlü inisiyativalar hayatga çevirip, daha yakınlaşabiliriz deyler. Onlar bizge bugün bilirsiniz nasıl bizden yardım soraylar. Biz ise bu yardım kolumuzni onlarga uzatmaga kerakmiz. Ve en esası ve en birincisi bu tilini öğrenmege yardım etmek kerakmiz onlarga. Medeni işbirlikning şekillerinden biri bu gibi sergilerdir. Kiev'deki takdimden sonra vesikalı fotoresimler Ukrayna'nın başka regionlarında nümayiş edilecek. Бу сергини Луцк, Острог, Ривне ве Тернопольде көстережек оламыз. Оны анда энди беклейлер. Бүгін башланылған серги турнесі тек башлангычтыр. Kiev'deki Kırım evinde sergi aprelning 6-sına kadar çalışacaktır. Урметлі серджелер, бұдақыға бұл сонки хаберіміз әді дады чоқ хаберлерні сізлер біздің сайтымызда көре білесіңіз UATV.ua. UATV ле олыңыз сағылықнен қалыңыз көрішкенде.